Кез келген адамның өмірде бір рет болса да жүрегі жараланған. Менің емделушім Кети мектепте ортаңғы буында оқыған кезінен бастап 27 жасымда болашақ күйеуімді кездестірем, содан соң ол маған ұсыныс жасайды, сөйтіп біз көп ұзамай-ақ үйленеміз деп жоспарлаған. Бірақ Кети 27 жасына дейін болашақ күйеуін кездестірген жоқ, оның омырауында қатерлі ісік бар екені анықталды. Бірнеше ай ауыр химиотерапия мен отадан соң ол романтика алаңына қайта оралмақ болғанда, екінші омырауында да қатерлі ісік бар екені анықталды. Сөйтіп, бәрін қайта бастан кешуге тура келді. Ол емделіп, қастары қайтадан өсіп шыққан соң, күйеу іздеумен айналысуға дайын екенін сезді. Нью-Йоркте бірінші кездесуде эмоцияларыңды барынша көрсету керек. Қас сол үшін қажет. Ол көп ұзамай Ричиді жолықтырып, оған ғашық болды. Олардың қарым-қатынастары өте жақсы еді. Жаңа Англиядағы романтикалық демалыстан соң Ричи екеуінің сүйікті мейрамханаларына отырысқа тапсырыс берді. Кети оның үйлену туралы ұсыныс жасайтынына сенімді болғандықтан қуанышын жасыра алмады. Бірақ Ричи сол кеште ұсыныс жасаған жоқ, ол Кетимен қарым-қатынасын үзді. Ол Кетиді ұнататын, бірақ сүймейтін. Бұл Кети үшін ауыр соққы болды. Оның жүрегі жараланды. Оған енді жан ауруын емдеуге тура келді. Айырылысудан 5 ай өтсе де, Кети әлі де Ричи туралы ойлап жүрді. Оның жарасы жазылмады. Неліктен жылдар бойы қатерлі ісікпен күрескен сондай күшті де батыл әйел өз-өзін қолға алып жан ауруын жеңе алмайды? Неліктен басым көпшілігіміздің махаббат жараларымыздың жазылуы қиын? Біз өмірдегі әртүрлі қиындықтарды еңсере аламыз, бірақ жүрек жарасына келгенде дәрменсіз болып қаламыз. Мен 20 жылдық тәжірибемде қарым-қатынастың үзілуінен азап шеккен әртүрлі жастағы және әртүрлі лауазымдағы адамдарды көрдім. Мен мынаны түсіндім. Адамның жүрегі жаралы болса, әдеттегі қорғаныс механизмдері істен шығады. Сөйтіп, адам өз ақыл санасына сенім артуға жарамай қалады. Мысал келтірейін. Зерттеулер қарым-қатынастың үзілуінің нақты себебін білудің аса қажет екендігін көрсетті. Онсыз алға жылжу мүмкін емес. Бірақ біз Кети мен Ричидің жағдайындағыдай айырылысудың қарапайым әрі әділ себебін естісек те, біреудің өзімізден бас тартқаны ауыр тиеді. Жанымыз ауырады. Ал сана сезіміміз айырылысудың себебі күрделі әрі салмақты болуы тиіс дейді. Сол дауыстың күштілігі сондай, ең парасатты адамдардың өзі шындыққа сай емес теорияларды құрастырып алады. Кети айырылысардың алдындағы демалыста бір нәрсені дұрыс жасамадым. Ричи мені сол себепті тастап кетті деп өзін өзі сендірді. Ол не болғанын анықтамақ болып, сол демалыстың әр минутын ойлап, шын мәнінде жоқ ілікті табу үшін көп уақыт жұмсады. Кети өз ойларының қақпанына түсті. Бірақ оны айлар бойы жоқ нәрсені ойлауға мәжбүр еткен не? Ол жаралы жүрек. Жаралы жүрек біз ойлағаннан әлде қайда әккі. Ол бізді бірінен бірі асып түсетін жалған теорияларды ойлап табуға мәжбүрлейді. Біз мұның өзіміз үшін зиян екенін білеміз. Зерттеулер адамнан махаббатын тартып алса, оның миында кокаинін немесе опиоидін тартып алған нашақордың миындағыдай механизмдер іске қосылатынын көрсетті. Кети де махаббатынан айырылды. Сөйтіп, өзіне қажетті доза, яғни Ричи енді жоқ болғандықтан, ол бейсаналы түрде өзіне қажетті есірткі дозасын жадындағы естеліктерден іздеді. Түйсігі оны жұмбақтың жауабын табуға итермеледі. Ал шын мәнінде ол бар болғаны өзіне қажетті дозаны алуға тырысты. Сондықтан жаралы жүректің жазылуы қиын.
Тәуелді адамдар өздерінің тәуелді екендіктерін біледі. Қажет болғанда кезекті дозаны қабылдайды. Ал жүректері жаралы адамдар мұны түсінбейді. Егер жүрегіңіз жараланса, оған немқұрайды қарауға болмайтынын сіз енді білесіз. Жадыңыздағы естеліктерді ақтаруға, хабарлама жазуға, бұрынғы сүйіктілеріңіздің әлеуметтік желілерін қарап шығуға деген аңсарыңыз тәуелділігіңізді арттыратынын түсініңіз. Бұл сіздің жан ауруыңызды күшейтеді, оңалуыңызды қиындатады. Жаралы жүректі емдеу оңай емес, бұл шайқасқа ұқсайды. Ал ең мықты құрал мотивация. Сізді айырылысудың ешбір себебі қанағаттандыра алмайды. Ешбір түсіндірме ауруыңызды бәсеңдетпейді. Сондықтан себепті іздемеңіз. Айтылған себепті жай ғана қабылдаңыз, немесе оны өзіңіз ойлап табыңыз. Содан соң оған қайтып оралмаңыз. Тәуелділікті жеңу үшін себебін іздеуді тоқтату керек. Сонымен қатар тағы бір қажет нәрсе бар. Ол бәрінің біткенін қабылдау және босату. Әйтпесе, жалған үміт сауығуыңызды қиындатады. Жүрегіңіз жаралы кезде қиялдарыңызға алданып қалуыңыз мүмкін. Өйткені ол шебер айлакер. Біз сауығуымыз үшін пайдасыз, қайта кері әсер ететін әрекеттерді жасай бастаймыз. Біреу біздің жүрегімізді жаралағанда, оны идеалға айналдырып, оның күлкісі туралы сағаттап ойлаймыз. Оған деген жылы сезімдерімізді, бірге тауға шыққанымызды, жұлдызды аспан астында онымен бірге болғанымызды еске түсіреміз. Нәтижесінде одан ары қайғырамыз. Мұны біле тұра, еске түсіруді жалғастыра береміз. Дәл біреу бізді бір кездері өзіміз жақсы көрген, бірақ жалықтырып жіберген әнді қайта-қайта тыңдауға мәжбүрлейтіндей. Айырылысудан кейін мұндай ойлар өз-өзінен пайда болады. Бұрынғы сүйіктілеріңізден идеал жасауды тоқтату үшін оның жақсы жақтарын, күлкісін ғана емес, көңілсіз кездерін де, тауда бірге болған соң орманда адасып кеткендеріңізді, қатты ұрсысып 2 күн сөйлеспегендеріңізді де еске алуыңыз керек. Мен пациенттерімнен сүйген адамдарының бойындағы өздеріне ұнамайтын қасиеттерін, жаман әдеттерін жазып, сол тізімді телефон кітапшасында сақтауды сұраймын. Ақыры тізімді жасаған екенсіздер, оны пайдаланыңыздар. Егер сеанс кезінде пациенттерімнен сүйіктілерін идеал ретінде сипаттайтын сөзді немесе сағыныш белгісін ести қалсам, телефондарын алып, тізімге қарауларын сұраймын. Ақыл ойыңыз сізді не деп көндірсе де, сүйіктіңіз де, сіздердің қарым-қатынастарыңыз да кемелді болған емес. Егер сіз қайғыруды тоқтатқыңыз келсе, осыны жиі есіңізге алып тұрыңыз. Жүрек жараларынан ешкім қорғана алмайды. Менің Мигель есімді 26 жасар бір пациентім болды. Ол бір ірі компанияның топ менеджері еді. Әйелі қайтыс болғаннан кейін 5 жыл өткенде ол жаңа қарым-қатынасты бастауға дайын болды. Көп ұзамай Шерімен танысты. Араларында сезім ұшқыны пайда болып, 1 айдан соң бір-бірінің балаларымен танысты. Тағы 2 айдан соң бірге тұра бастады. Жасы келіп қалған адамдар уақытты бекер жұмсамайды. Бұл форсаж ритміндегі шынайы махаббат фильмі сияқты. Мигель өзін сондай бақытты сезінді. Бірақ олардың бірге болғандарына 1 жыл толарда Шерон оны тастап кетті. Ол балаларына жақын болу үшін батысқа көшпекші болды. Ол алыстан қарым-қатынас жасауды қаламады. Бұл Мигель үшін ауыр соққы болды. Ол бірнеше ай бойы әрең жұмыс істеді. Нәтижесінде оны жұмыстан шығарып жібере жаздады. Жалғыздық пен жан ауруы біздің интеллектуалдық қабілеттерімізді әлсіретеді. Әсіресе күрделі логикалық жұмыстар мен ойлануды талап ететін істерге келгенде. Біздің IQ деңгейіміз уақытша төмендейді. Бірақ Мигельдің жұмыс берушілерін оның азабының ауырлығы ғана емес, тым ұзақ қайғыруы да қобалжытты. Бұған тіпті Мигельдің өзі де уайымдады. Маған не болды? Ересек адамдар 1 жылға созылған қарым-қатынасты ойлап, тағы 1 жыл бойы қайғыра ма, деп сұрады ол менен. Негізі, мұндай жиі кездеседі. Жаралы жүректің жай-күйі жақыны қайтыс болған адамның хал жағдайымен бірдей болады. Ұйқының қашуы, жабысқақ ойлар, иммунитеттің әлсіреуі. Адамдардың 40%-ында созылмалы күйзеліс байқалады. Жаралы жүрек ауыр психологиялық жарақат. Ол біздің өміріміздің көптеген салаларына ықпал етеді.
Бір мысал айтайын, Шерон өте белсенді адам еді. Ол адамдардың арасында болғанды ұнататын, апта сайын қонақ шақыратын, Мигельмен және басқа жұптармен бірге табиғат аясына шығатын. Мигель діншіл адам емес етін, бірақ ол әр жексенбі Шеронмен бірге шіркеуге баратын. Ол Шеронмен айырылысқанда сүйікті адамынан ғана емес, қоғамдық өмірінен де, Шерон баратын шіркеу мүшелерінің қолдауынан да айырылды. Мигель өз-өзін жоғалтты, өмірінің босап қалғанын түсінді. Бірақ ол өмірінің бір ғана саласы емес, бірнеше саласының босап қалғанын байқаған жоқ. Ал бұл ең маңызды нәрсе. Айырылысу азабының негізгі себебі болғандықтан ғана емес, сауығудың жалғыз жолы содан басталатындықтан. Жан азабынан құтылу үшін өміріңіздегі бос қуыстарды тауып, оларды толтыру керек. Әр қайсысын толтыру керек. Тұлғалық қасиеттеріңіздегі бос қуыстарды, өзіңіздің кім екендігіңізді және не үшін өмір сүретініңізді түсінуіңіз керек. Қоғамдық өміріңіздегі қуысты, айналысатын істердің жетіспеушілігін, бұрын бірге түскен суреттеріңіз ілініп тұрған қабырғадағы бос орынды. Ал егер сауығуыңызды тежейтін қателіктерді жасауды тоқтатпайтын болсаңыз, бәрі бекер. Себебін іздеу, сүйген адамыңыздың кемшіліктеріне назар аударудың орнына оны идеал етіп елестету, жабысқақ ойлар, айырылысқан адамдарымызды болашағымыздағы басты орынға қоятын әрекеттер. Олар біздің болашағымызда болмауы тиіс. Жаралы жүректі емдеу қиын. Бірақ егер де сіз ақыл санаңыздың өзіңізді алдауына жол бермесеңіз және бәрін жеңуге тырыссаңыз, сауығуыңыз соншалықты қиын болмайды. Бұдан ұтатын жалғыз өзіңіз ғана емес. Өйткені достарыңызға көбірек көңіл бөле бастайсыз, отбасыңызға көбірек уақыт арнайсыз, жұмысыңыздағы тиімділігіңізді жоғалтпағандықтан қаржылық тапшылыққа ұшырамайсыз. Егер жаныңызда жүрегі жаралы адам болса, оған жанашырлық танытыңыз. Сауығу үшін оны қолдаудың маңызы зор. Төзімді болыңыз. Бұл жағдайдан айығу үшін оған сіз ойлағаннан да көп уақыт қажет. Ал егер өз жаныңыз ауырса, сауығудың оңай емес екенін ұмытпаңыз. Сіз өз ақыл санаңызбен айқасқалы тұрсыз. Жеңіп шығу үшін бар күшіңізді салуға тура келеді. Бірақ сіз мықты қаруланғансыз. Сіз күреске дайынсыз. Сіз сауығасыз. Рахмет. Бейнероликке лайк басып, арнама жазылуды ұмытпаңыздар.